Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өзімнің қаттама нанды әзірлеу рецебімен бөлісемін. Нанымыз қатпарлы, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Рецепт сіздерге ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырға қажетті заттар: сүт, қайнаған жылы су, тұз және ұн. Ыдысымызға сүт пен суды бірге құямыз. Оның үстіне 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Енді шетінен ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырды шетке қоя тұрамыз осылай. Қамырымызға қатпарлы болу үшін күнбағыс және сары майды бірге ерітеміз. Мен табада еріттім. Қайнатпаймыз, ерітіп, ыдысқа құйып, суытып қоямыз. Енді жаңағы қамырымызды алып, жаямыз. Менің оқтауым кішкентай болғандықтан мен 2-ге бөліп жаямын. Міне 2 қамырымды жайып алдым. Енді ортасына суыған жаңағы ерітілген майды жағып шығамын. Сонан соң видеода көрсетілгендей осылай орап шығамыз. Рулет ретінде осылай ораймыз. Екеуінде орап алдық. Енді бұны қатыру үшін тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Жарты сағаттан соң аламыз. Ішіндегі майы қатып, біз жайғанда ерімейтін болады. Енді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті осылай етіп, жинап, жаятын боламыз. Табаңызға қарай кесесіз үлкендігін. Мен кішірек дөңгелектер жасадым. Барлық осы қамырдан менде 17 осындай қаттама нан шықты. Ал сіздер қалауларыңызша қалыңдау етсеңіздер де болады. Кейбір адамдар ішінде салма болғанын қалайды. Мүмкін ішіне пияз салсаңыздар да болады, немесе басқа қалауларыңызды ортасына маймен бірге жағып, осылай жайып пісіріп алсаңыздар да болады. Енді қамырларымызды жаңағы майды еріткен табамызға кішкене ғана май құйып, әр бетін шамамен 2 минуттан пісіріп аламыз. Тез піседі. Міне біздің қаттама нанымыз дайын болды. Бұл нанды әсіресе балалар өте сүйіп жейді. Өзім жиі жасаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.